Қазіргі заманда денсаулықтың маңызды бөлігі түс күтімі. Бірақ біз стоматологтардың күн сайынғы жұмысы қаншалықты қиын екенін біле бермейміз. Бүгін біз сіздерге стоматологтың бір күні туралы айтып береміз. Бұл дәрігер Динара, ол 17 жылдан бері стоматолог болып жұмыс істейді. 17 жыл ішінде дәрігердің басында қандай қызықтар өткенін бірге білейік. Әрбір пациент жаңадан келген кезде қорқыныш сезім болады, қорқыныш сезім емес, бір уайым сезімі болады. Пациенттің қойған талабына сай, екеуміздің ойымыз сай келеді ме деген жағдай болады. Көп қорқатын пациенттерден әсіресе кішкене ауырмай, барлығы сәтті өтеді ме деген ойлар болады. Содан кейін, мысалы, көбіне ересек адамдар, бұрын стоматологиялық фобиясы бар адамдар, сол фобияны жеңе аламыз ба деген уайым болады. Яғни маған келіп кеткеннен кейін пациент өзінің фобиясынан айырыла алады ма деген сезім болады. Ең жиі кездесетін стоматологиялық аурулар олар тіс шегінің қабынулары, асқынулары. 2008 жылы мен алғаш рет стоматолог дәрігердің көмекшісі болып жұмысқа кірдім. Содан кейін 2011 жылы университет бітіргеннен кейін өзім дәрігер болып жұмыс жасап, сол күннен бері әлі келе жатырмын. Жалпы санасақ 17 жыл болып қалыпты негізі стоматологияда жұмыс жасап келе жатқаныма. Біз дәрігерлері үшін дәрігерлердің өзіне қойылатын дағдылар ол науқасқа деген жанашырлық сезімі. Бұлай тіс дәрігерлерден егер пациенттерге қойылатын дағдылар болса, уақытылы тістерін қаратып тұру, тістерін күніге 2 рет жуу, содан кейін уақытылы тістерін емдету. Мен өзім дәрігер болып жасап жүрген кезде жаңадан ассистент келді менің қасыма. Сол кезде келген пациент қатты ауру сезіммен келіп, өзі айқай-шу пациент болды. Кіргеннен бастап шулап кірді. Содан кейін мен ассистентке стоматологиялық айна кепер десем, енді біз қысқаша айна деп айтамыз, ассистент оны түсінеді, бірақ ол қыздың сол күні бірінші күні жұмыс күні болды. Сол кезде маған үлкен айна кеперді. Сол айнаны ана жерде өзім пациенттің айқайынан тыныштандыра алмай тұрмын. Еще мынандай жағдай болған кезде бір шық кабинеттен деп лақтырып жіберген кезім болды. Барлығын кейін басқа ассистент әкеліп берді. Барлығы орнықты, пациент кеткеннен кейін жаңа қыз жылап. Осымен айтам, енді ондай жағдайлар болады. Енді бірінші рет болғаннан кейін назар аудармай қой, кейін үйреніп кетесің деп айттық. Кейін сол қызбен жақсы дос болып араласып кеттік. Қазір ол қыз дәрігер-стоматолог болып жұмыс жасайды. Жақында кездескен кезде айтады, мен сенен алдында жаман қатты қорқатын едім. Жұмысқа келе жатқан кезде бүгін жұмысқа келмей ақ қойсыншы деп уайымдап келетін дейді. Қазір бірақ екеуміз жақсы дос ретінде, коллега ретінде жақсы араласамыз.